Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналда математика 1-ші сыныптың 3-ші сабағын өтеміз. Бір санат және цифры. Біздің каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып қойыңдар. Сонда жаңа сабақ сендерге көрініп тұрады. Біз 2023 жылғы жаңа кітап бойынша өтеміз. Бірінші есеп, суретке қара. Қай заттар бір-бірден екенін айт. Мысалға, сағат, біреу, орындық, біреу, төсек, біреу, компьютер, біреу, робот, біреу, стол, кілем, яғни жалғыз бір-бірден, яғни бір-бірден тұр. Қалған заттар, мысалы қарасақ, 2 доп бар, кітаптарды санасақ, 10 кітап бар деген сияқты. Әртүрлі санда бұл жерде құралған әртүрлі сандарды бізге көрсету керек екен. Енді балалар, бұл жерде мына кітаптың астында осы суретке байланысты тапсырма бар. Яғни, дәл осы суретке қарап отырсақ, мына жерде суреттегі әртүрлі заттардың санын анықта, олардың санын карточкалардан көрсет. Мысалға, суретте жаңа бір машина болды, 2 доп болды, 3 жәшік болды, 7 машина болды, 10 кітап болды. Өздерің кітаптан қарап отырып қарасаңдар, суретке қарасаңдар, нақты қандай екенін көресіңдер, Суретте дәл осындай сандар бар. Мысалға, 1-ден 10-ға дейін санасақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Біз 10-ға дейін санауды білеміз. Екінші есеп, қай заттар бір-бірден бейнеленген сырымға оқу құралдарын жинауға көмектес. Бұл жерде оқу құралдары альбом біреу, сызғыш біреу, өшіргіш біреу, кітап біреу, қарындаш біреу, пенал біреу. Немесе қаламсалғыш деп айтады, яғни жалғыздан. Ал біздегі тұрған ойыншықтар, мысалға әріппен белгіленген ойыншықтар, кубиктар, және де әртүрлі түсті құрастыруға арналған ойыншықтар, Олар ойыншықтар, бұлар бізге сырымға оқуға бұлар қажет емес, Қажетті заттарды біз жаздық. Үшінші есеп, әр затты сана және олардың санын салыстыр. Қайшы, бізде 2. 2 қайшы артық 1 пеналдан, Одан кейін ұштағыш, 2 ұштағыш кем өшіргіш 4 өшіргіштен, Әрі қарай тең. Бұл жерде қалам 3 тең, қарындаш 3 арасы тең болады, Дәл осылай жазып алыңдар. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын басып қойыңдар. Жаңа сабақ сендерге көрініп отырады, және жаңа кітаптар бойынша біз сабақ өтетін боламыз. Ендеше, келесі кездескенше сау болыңдар.